Мына бала шағаның сұрамайтын жоқ. Көке дейді, осы сиырды сойған кезде неге бұның бүйрегі бөтін шықпайды басқа малдық сияқты. Мына қиқым болып бөлшек көп шашылып кетеді дейді. Бұның қиссасы бар ма дейді. Не айтам, бар деймін. Әл қисса бұның әңгімесі әлем жаратылған күннен басталды дейді. Тәңір тағала барлық хайуандардың бәрін шақырды дейді. Бүгін бүйрек берем, тез келіңдер мұнда деп. Соны шауып отырып ат келеді де, жүйрік болғаннан кейін түйеде кетті дейді, қоқаңдап, соны есек кетті митыңдап. Иті бар, басқасы бар, мысығы бар, бәрі өліп барады дейді, жа бүйрек аламыз деп. Ма енді сиыр деген сәл жалқаулау, жайлап, маң басып, со бүйтіп, күйіс қайырып жүрген ана жерде. Ең соңынан келіп, жа мен бүйрегім, Құдай айтты дейді, бүйректің бәрі бітіп кетті, қайда жүрсің, мен таратып жібердім оларға, болды енді бүйрек жоқ саған. Соны бүйрек жоқ, мал қайтып өмір сүреді енді, ойбайлап жылап дейді, мына сөйерде өңіреп, осы азан-қазан айырды, әлемді аспанды шулатып. Сосын айтты дейді басқа хайуандардың бәріне, бүйректерің бар ғой, маған жандарың ашсын да, бөлсеңдерші деп. Соны бәрі қарап, мынаның көзінен пара жасағып атыр дейді, қасында осындай бұзауы бар дейді. Жан ашып кетті дейді ана байғысқа, мына обалынан бөлсейік енді. Соған жылқы алды да кішкентай бүйрегінен бір тырнақтай беріп дейді. Одан жағы түйе, мен де қарап тұрмайын, енді үлес қосайын деп ол мынандай берді дейді, шаштай қылып. Одан ит те қарап тұрмады дейді, мысықтай бірдеңені берген болды дейді. Одан құстары бар жаңағы, одан ламасы бар, анаусы бар, жолбарысы бар, арыстаны бар, бәрі жабылған ғой, жануарлардың бәрі. Содан жинап, әйте осында бір бүйрекке ұқсайсыз бір бәле шығарды дейді. Соны айтты, сиыр ренжіме енді, осыған ырза бол енді. Жетсіп жүрген ешкім жоқ, әркім енді өзінің бар бүйрегімен бір бәле осы тіршілігін жасайды деп. Жақсы, осыған рахмет жанашқандарыңа деп, сиыр байғұс кетті дейді. Әне содан бастап, ма сиырдың бүйрегі қырқырау, жаңағы сиырдың бүйрегіндей бөлшек деген сөз тіркестері қазақта содан қалды дейді. Әрине енді бұл аңыздың, бұл қиссаның анық-қанығын бір Құдай өзі біледі. Бұрынғылардан жеткен әңгіме сөйдейді. Тек кейінгі ұрпақ, мына алдыңғы ағалар бізге бір есті әңгіме айтып қалдырма деп ренжімесін деп, таудың төбесінде аз кем әңгіме шығарып тұрмыз әні.